үйіне қош келдіңіз. Ахмет Байтұрсынұлы бұл үйде 1934 жылдан 37 жылдың аралығында тұрды. Мына тақтамызда Ахмет Байтұрсынұлының ақталғандығы және замандастарымен бірге ақталғандығы туралы мәлімет қамтылған. Бұл жерде Ахмет Байтұрсынұлының балалықтан даналыққа деген күллі өмірі қамтылған, туған жері және туған жердің топырағы, адыраспаны, жусаны, атамды мен сұрасам деген әулет шежіресі қамтылды, және де Ахмет Байтұрсынұлының отбасы ұстаған осы сандық қамтылды. Ахмет Байтұрсынұлы 5 рет түрмеге түсіп 2 рет жер аударылғандықтан негізгі жәдігерлері сақталған жоқ. Мұнда өзінің ағарту жолын бастаған өмір қамтылады. Мына жерде жұбайының ұстанған заттары. Ахмет Байтұрсынұлы 1908 жылы айдаудан кейін Орынборға келеді. Жер аударылып келгеннен кейін Ахмет Байтұрсынұлы Қазақ газетін шығарған. Қазақ газетіне символ ретінде қазақтың киіз үйін қойған екен. Орынбор қазақтың рухани ордабасы болған. Ахмет Байтұрсынұлының ұлттық ғылымға негіз болған кітаптары қамтылады. Мысал, маса және оқу құралы. Өзі ұстанған чемодан, қазақ газетін шығарған қазақтың рухани зиялылары. Мына жерде тілдік мұралары. Мына жақта Ахмет Байтұрсынұлының мәдениет тарихы цензурадан өтпеген. Ал мына жерде Ахмет Байтұрсынұлының Ленинге жазған хаттары және түпнұсқа кітаптары қойылды. Дыбыс, сөз, сөйлем жүйесі. Және Ахмет Байтұрсынұлының осы қандай партия болмасын, ақ болсын, қызыл болсын, маған бәрібір дейді. Мен қазақ мүддесін көздейтін үкіметті ғана жақтаймын деген екен. Одан бөлек мына жерде Ахмет Байтұрсынұлының ең әдемі сүйікті қолтаңбасын көреміз. Алматыдағы кезеңі қамтылған. Мынау Қазақ ұлттық университеті болып табылатын қазіргі Абай сонда жазғандағы құжаты. Енді ең ауыр кезең Ахмет Байтұрсынұлы атылғанын білеміз. Сол кездегі өлгендігі туралы Шолпан қызына берілген анықтама. Көп адам келеді? Жақсы келеді. Жастар да келеді, оқушылар да келеді, жоғарғы мектептің оқушылары да келеді. Жалпы музейіміздің есігі үнемі ашық. Жаңалық ашқан және де осы біздің ұрпақты тәрбиелеп жатқан игі істерге ұжымдық және жекелеген. Жақсы марапаттар. Иә, өте жақсы. Орден, алтын, күміс, қола. Ал терезеде өзіңіз Ахмет Байтұрсынұлының туған өлкесі Ақкөлді көруге болады. Мына жерде туған жеріндегі қойылған ескерткіш Қостанайдағы. Мынау айрықша кітаптардың өзіндік ерекшелігі бар. Ахмет Байтұрсынұлының есімін атауға тыйым салған тұстың өзінде Эдвард Альденбургтың жетекшілігімен Орталық Азия, орыс билеген ғасырда деген кітап жазылған. Осы кітапта Ахмет Байтұрсынұлыны қазақ жазуының лидері деп береді.